Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге сывороткадан блины жасаймыз. Сыворотка менде сыр жасаған сүттен қалған, және де сіздер менің каналымнан сыр жасаудың бірнеше әдістерін көре аласыздар. Егер творог немесе сыр жасасаңыз, содан қалған сыворотканы, яғни көк суды тастамай, осындай блины жасауға болады. Блины өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Сонымен бізге керекті заттар: жұмыртқа, ұн, көк су, өсімдік майы, қант және ас содасы. Мен осы айтылған ингредиенттердің барлығын 3 есе етіп алдым. Ең алдымен 3 жұмыртқаны ыдысқа шағып аламыз. Содан соң үстіне қант салып араластырамыз. Қантты өз қалауыңыз бойынша аз немесе көп салсаңыз болады. Содан соң көк суды құямыз. Бірақ бүкілін бірден құймаңыз, себебі ұн араластырғанда түйіршік болып қалады. 3 стақан ұнды салып, әбден қою қамыр жасаған соң, сыворотканың қалған бөлігін құямыз. Және де ұн салып жатқанда арасында ас содасын салуды да ұмытпаңыздар. Ас содасын ұнмен бірге салсаңыз, ол қамырға біркелкі болып араласады. Ұнның барлығын араластырып болған соң, өсімдік майы мен қалған сыворотканы құйып араластырамыз. Біздің қамырымыз осындай сұйықтықта болуы керек. Ал енді блиныйды пісіріп аламыз. Менің ойымша, блиныйды пісіруді бүкілі біледі. Бірақ кішкентай қыздарға арнап, мен сонда да айта кетейін. Табақ қызып болған соң, блиныйдың қамырын аздап қана құйып, осылай дөңгелетеміз. Және де басында осылай сұйықтықты араластырып тұру керек. Себебі арасында ұн түйіршіктері болуы мүмкін. Табамыздағы блиныйдың беті қатуы керек. Сол кезде астынан аударамыз. Және де табамызда асты піскенге дейін ұстап тұрамыз. Дәл осындай әдіспен бүкіл блиныйды пісіріп аламыз. Егер сізге рецепт пайдалы әрі қызықты болған болса, лайк басып, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.